Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен меренгімен әзірленетін творогты, лимонды пирог әзірлейтін боламыз. Бұл пирогты дайындау үшін бізге экранда көрсетілген заттар қажет болады. Ең алдымен жұмысымызды ұнымызға қопсытқышты және де ванилинімізді салып аламыз. 4 жұмыртқаны ағынан, сарысынан ажыратамыз. Ағы бізге безе дайындау үшін керек болады, ал сарысын біз қамыр дайындауға пайдаланамыз. Ұнымыздың үстіне тоңазытқыштан шыққан салқын сары майымызды өткізіп аламыз. Және де үгітеміз. Яғни песочный қамыр дайындаймыз. Мінекей қамырымыз біріккен соң, жұмыртқаның сарысын, құмшекерімізді, лимонның согын және де жарты лимонның цедрасын салып, бір келкі етіп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қолымызға жабысатын болады. Артық ұн салудың қажеті жоқ. Енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Творог бізде құрғақтау болғаны дұрыс. Өйткені согы бөлініп кетпеуі керек. Барлық заттарымызды араластырып, бір келкі масса дайындап аламыз. Формамызға қамырымызды жайғастырамыз. Форма менде 28-28. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте оңай жайылады. Кішкене қолымызды ұнға батырып жая береміз. Начинкамызды салып, бір тегістетіп жайып аламыз. Бұл уақытта біздің пешіміз 180 градуста алдала қызылған болуы қажет. 180 градустық пеште қамырлары кішкене қызарғанша пісіріп аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, осылай миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Яғни біздің қантымыз еруі керек. Пирогтарда ескеретін жайт, ең төменгі жылдамдықта миксерлеп бастаймыз. Өйткені біздің қантымыз еруі керек. Егер қантымыз ерімейтін болса, бізде согы бөлініп кетеді. Қантымыз еріп, пирогымыз бұлжап қалуы мүмкін. Одан соң лимонның согын салып, тағыда плотный масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Мінекей ыдысты төңкерген кезде біздің массамыз ағып кеткен жоқ. Мен осындай насадка қолдандым. Өздеріңізде бар насадканы қолдана берсеңіздер болады. Кондитерлік мешокқа салып, піскен пирогымызды осылай формадан ажыратып аламыз. Осылайынан ұзор беріп, барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Тағыда пешімізді 150 градусқа төмендетіп, қоңырқай түске енгенше пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте сочный, мощный болады, және де асханаңызда лимонның иісі деген керемет шығады. Дайындап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар.